Қырғызстан мына жерде сәлеметсіздер ме? Жалғастырамыз, яғни бұл 55 бетте. 1 маусымда балаларды қорғау күні радиодан Людмила Путина келесі сөзімен шығады, яғни ата-аналарға: балаларға еркіндік беріңіздер, олардың құқықтарын бұзбаңыздар, олар жеке дара тұлға болып табылады, бұл өмірге, яғни өздерінің міндеттерін шешу үшін келген. Бұл мақтауға тұрарлық, это обнадеживать дегенше. Және де бұл оңды көзқарас, яғни сөз. Когда глубоко соприкасаешься с семейными отношениями, причем в большом количестве, консультирование требует очень глубокого погружения в весь спектр отношений, можно увидеть интересные вещи. Отбасылық қарым-қатынастармен байланысқан кезде, сол тақырыпты алған кезде, терең алған кезде, және де көп мөлшерде алған кезде, кеңес беруде өте терең жаңағыдай сол тақырыпқа енуді талап етеді. Бүкіл спектріне қарым-қатынастың сол кезде қызық жағдайларға, заттарға тап болуға болады, көруге болады. Мына зерттеулер, бақылау жүргізу, келесі нәрселерді көрсетеді, показывает. Егер отбасында хотя бы ең болмаса частично выстроена верная система ценностей, құндылықтардың дұрыс жүйесі құрылған болса, то в ней уже есть позитивные элементы. Ол деген сөз, ода позитивті, оңды элементтер болады, бар деген сөз. Выгодно отличающие данную семью от других. Бұл отбасыны басқа отбасылардан айрықша етіп бөліп тұратын жаңағы позитивті элементтер болады. Например, мысалы, даже если между мужем и женой нет большой любви, тіпті егер жаңағы күйеу мен әйелдің арасында үлкен махаббат болмаса да, но женщина не осуждает мужа. Осы ретте әйел өзінің ер азаматын жаңағы жамандамайды, даттамайды, балалардың көзінше при детях никогда не выясняет с ним отношения, балалардың көзінше оның өздерінің қарым-қатынастарын шешпейді, ұрсып, уважает его, оны құрметтейді, қадірлейді, ставит его во главе семьи, оны отбасының көшбасшы деп қояды и требует от детей того же, балалардан да соны талап етеді. Солай істейтін болса, яғни осылардың бәріне, то олай болса, в данном случае осындай жағдайда бұл отбасыда мәселелер аз болады, және де балаларда складывается значительно лучше өмірлері мейлінше жақсырақ болады. Но такая стабильность временная, алайда бұндай тұрақтылық уақытша. Рано или поздно, ерте ме кеш пе, мир напомнит о том, әлем жаңағыдай есіне түсіреді, что главное все-таки любовь и к мужчине, и если она не развивается, то жди проблем. Ең бастысы махаббатқа, ер азаматқа деген махаббат, және де ол дамымаса, онда мәселеге тап болуды күт дейді, жди. И действительно, расында да, вот пример. Мысалы, мынандай мысал бар. Сама женщина страдает от нарушенной системы ценностей, құндылықтарын бұзылғаннан жаңағы жапа шегуде, так много сил отдала работе, что получила инсульт. А из-за того, что между супругами не было любви, муж почти официально завел любовницу. Жұмысқа беріліп кеткеннен, бар күшін бергеннен инсульт алған әйел. Ал жаңағыдай ерлі зайыптылардың арасында
махаббат болмаған, күйеуі қазірдің өзінде, яғни ресми түрде жаңағы несі любовницасын пайда болғанда, яғни жүреді. Сол у детей же на первый взгляд все-таки пока складывается неплохо дейді. Балаларда болса былай сырт көзге, на первый взгляд барлығы жаман емес. Но им нужно осознать, что через некоторое время, если они не начнут прикладывать усилия и развитию своих семейных отношений, то их догонят до родительские проблемы дейді. Бірақ олардың білу керек та, сезіну керек. Біраз уақыттан кейін, через некоторое время, олар үлестерін қоспаса, отбасылық қарым-қатынас, өздерінің отбасылық қарым-қатынастарын дамуына оларды да осындай мәселе, ата-ананың мәселесі күтеді деген сөз. Яғни ата-аналар модель ғой. Балаларға сонда нені көрсең, соны жасайсың. Люди забывают о том, что жизнь – это школа, где каждый ее момент является каким-то уроком. Адамдар ұмытып кеткен дейді. Яғни өмір ол мектеп екен. Және оның әр сәті белгілі бір сабақ екенін ұмытып кетеді дейді. Вспомнила свою школу, когда... Вспомните, дейді, кешіріңіздер, свою школу, когда хорошо знаешь материал, то этот урок можно пройти легко, играючи, с удовольствием. А когда не знаешь, то боишься идти на занятия. И когда спросят, краснеешь, бледнеешь, получаешь страдания в виде двойки дейді. Естеріңізді мектептеріңізді түсірсеңіздер, егер де сабақты жақсы білсең, материал жақсы білсең, мұнда сабақ жеңіл, ойын түрінде, жаңағыдай рахаттанып өтеді. Ал жаңағыдай нені білмесең сабақты, қорқасың, сабаққа баруда. Сұраса қызарып, жаңағы ағарып кетесің, және де жапа шегіп, содан екі аласың. Сол сияқты. Өмірде де солай, бірақ онда күрделірек. Отбасылық өмірге, яғни әсер етеді. Және көбісі осы айналған шеңберден, мәселелердің шеңберінен өз шығуға талпынады. Өзінің білім алу дамуымен арқылы, сондай. Келесі рилстарда кездескенше.